отношениядағы эмоционалды шантажды 3 фразамен таным. Саған біреу, егер сол жерге барсаң, онда мені ұмыт десе, немесе сен кетсең, мен өзіме бірдеңе жасаймын десе, жаным, бұл махаббат емес, бұл эмоционалдық шантаж. Ол махаббатқа ұқсайды, бірақ ол өзіне байлау мақсаты ше. Сен сүйгені үшін емес, қорқытқаны үшін негізі көбірек байлам қаласың. Ал сен мен онымен ренжітіп алмауым керек деп өз еркіңнен өзіңді айырасың. Саған қазір 3 мысал келтіремін. Осыны көру керек дейтін достарыңа жібер. Біріншісі, ол қорқыту арқылы. Егер сен менсіз барсаң, бәрі бітті десе, бұл жердегі цель сен өз қалауыңнан бас тартқызу. Екіншісі, кінә арқылы. Мен саған бәрін бердім, ал сен менімен болғың келмейді, неблагодарная деген сияқты айтса, бұл жердегі мақсат сені кінәлі сезіндіріп, өз еркіңді шектеу. Үшіншісі, жертваның ойыны. Сен кетсең, мен не істейтінімді білмеймін, ойбай, жүрегім ұстап жатыр дейтін, ол өз өмірі үшін жауап сенің мойныңа іліп жатыр деген сөз. Бұндай отношениеге түсіну, понимание емес, шекара керек. Сен біреудің эмоциясына жауапты емессің, сен бөлек адамсың, өз шешімің бар. Егер сен осындай сөздерді естіген болсаң, мен онсыз өмір сүре алмаймын, сен мені бір күні өлтіресің деген нәрселер болып жатса, демек уақыт келді, манипуляция интенсивіне жазыл, парақшамда ссылка тұр. Біз 3 кездесуде сен эмоцияны емес, өз еркіңді қорғауды, түсінуді, ажыратуды үйренесің.